Саламатсыздар ма оқушылар, мен сіздерге Zoom бағдарламасына қалай кіру керектігі туралы үйрететін болам. Ол үшін бағдарламаны жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін осындай бетше ашылады. Біз бұл бағдарламаға тіркелмей-ақ кіруімізге болады. Ол үшін ByTV конференция дегенді басам. Бұл жерде идентификатордың нөмірін сұрап тұр. Оны бізге конференцияға шақырған адам жібереді. Ол үшін WhatsApp-ымызға кіріп көрейік, мінекей. Идентификатордың нөмірі келіпті 925 590 889 дейді. Одан кейін пароль бар. Одан кейін парольді жазып кіреміз. Бұл идентификатор нөмірі арқылы ноутбук пен компьютермен осы Zoom-ға қосылатын қолданушылар кірсе болады. Ал телефон пайдаланушылар мына сілтемені басып кіре береді. Сілтемені басқан кезде автоматты түрде кіресіздер осылай. Мінекей сет іздеп жатыр. Аты жөніңізді жазасыздар осы жерге. Окей деген батырманы басасыз, содан кейін Окей деген батырманы басасыз. Төменгі жағында көріп тұрсаңыздар, құрметті қолданушылар, наушниктің суреті тұр. Біздің даусымыз жалпы сабақты жүргізіп жатқан адамның даусы естілу үшін вызов использовать звук устройства дегенді басамыз. Сол кезде сабақ жүргізіп жатқан адамның даусы бізге естілетін болады. Мінекей осылай ауыстыру арқылы оқушыларды жалпы сабақты бақылауымызға болады. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, пікір алаңына қойып кетіңіздер.